Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін мен сіздерге жұмыртқасыз, миксерсіз және де сүтсіз жасалатын шоколадный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай. Міндетті түрде видеоны соңына дейін өткізбей қарап, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға 300 грамм ұнымыздың үстіне 1 пиала, яғни 200 грамм қантымызды саламыз. Оның үстіне 3 ас қасық какаоымызды саламыз. Және де какаоның орнын кофемен алмастыруға болады. Кішкене қышқылтым дәм береді кофе. Жарты шай қасық сода саламыз және ұн қосытқыш салатын боламыз. Яғни разрыхлитель 10 граммы жеткілікті. Дәл осылай барлығын сап болғаннан соң, қасықтың немесе лопатканың көмегімен жақсылап тұрып бір келкі масса болғанша барлығын араластырып алатын боламыз. Барлығы толықтай араласуы қажет. Дәл видеодағыдай қасықпен оп-оңай жасалынады. Ешқандай миксердің қажеті жоқ. Дәл осындай, міне осындай болуы қажет. Қоңыр түсті, осындай шоколадный пирог болып шығады қазір. Дәл осының үстіне енді келесі кезекте 250 грамм қаймағымызды салатын боламыз. Қаймақтың проценті маңызды емес. Өзіңізге ұнаған қолдың қаймағы болсын, магазиндікі болсын, барлығын сала беруге болады. Және де үстіне міндетті түрде қайнаған ыстық суымызды құятын боламыз. Суымыздың мөлшері жарты пиаладан көп, яғни 1 пиала толмай. Осындай суды құйып, ыстық суымызды құйып, жақсылап тұрып, лопатканың көмегімен бірінші қасықпен осылай араластырып аласыздар. Сосын вилканың көмегімен жақсылап тұрып араластыратын боласыздар. Міне дәл осындай қоймалжың масса болып шығады. Міндетті түрде дәл осындай бір келкі болғанша жақсылап тұрып араластырып алыңыздар. Дәл осылай араластырып болғаннан соң формамызды дайындап аламыз. Мен астына пергамент қағазын төседім. Кольцо болса кольцоға қойсаңыздар болады, өз қалауларыңызша. Осылай алдын ала формаңызды дайындап алыңыздар. Ешқандай май жағудың қажеті жоқ. Дәл осылай барлығын құямыз және де қызып тұрған 180 градус пеште 40-45 минуттай пісіріп алатын боламыз. Піскен піспегенін шпажканың немесе сіріңкенің көмегімен білсеңіздер болады. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Миксерді де қажет етпейді, майды да қажет етпейді. Өте нәзік, жұмсақ пирог болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.